Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шапшаңырақ, күштірек олимпиада ұраны. Грамматикалық тақырып төл сөз бен төлеу сөз. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Ардагер, бағындыру, дода, жанкүйер, жарыс, жарақат алу, көшшігер, көшбасшы, құлау, қарсылас, мансап, ойын, тыңғылықты, шама, аяққа нық тұру, бел буу, табан тіреу, топ жару, тұғырдан тайдыру, тер төгу. Бірінші тапсырма. Төменде көрсетілген спорт түрлерін атаңыз. Тексеріңіз. Футбол, бокс, семсерлесу, жеңіл атлетика, күрес, үстел теннисі, теннис, мәнерлеп сырғанау, жүзу. Өткен жылы Тур де Франста құлап, қатты жарақат алғанмын. Біреу келесі жылы олимпиада чемпионы атанасың десе, балдақпен жүргенмен сенбеуші едім. Абырой болғанда аяғыма нық тұрып, спорттық мансабымды леп белгісімен аяқтадым. Менен бұрын Лоранжала Берсінді алыптар да спорттан кеткен. Ең бастысы спортпен қош айтысар уақытты дұрыс таңдай білу қажет. Ал спорттық мансапты олимпиаданың алтын медалымен аяқтау тіптен әдемі деп есептеймін. Негізі спорттан былтыр кетпек ойым болған. Алайда жардан құлап жыраға түстім. Винокуров Нұр-Сұлтанда өткен баспасөз конференциясында сөйлеген сөзінде: Сұрғылт Лондонның фонындағы велосипед ашық әрі жарқын түсті. Маған жеңіс әкелген бұл велосипедті аукционға қоюға бел будым. Бастапқы баға $50.000. Менің ойымша, Алматы мен Нұр-Сұлтандағы достарым қызығушылық танытады. Сатылымнан түскен қаржы неғұрлым көп болған сайын, балалар үйіне соғұрлым мол ақша аударамыз деді. Екінші тапсырма. Сөз тіркесін жасаңыз. Тексеріңіз. Су добы, жеңіл атлетика, ат жарысы, садақ ату, қашықтыққа секіру, ауыр атлетика, суға жүзу, синхронды секіру. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Төл сөз бен төлеу сөз. Төл сөз деп жазушының я сөйлеушінің сөздігі жағынан болсын, грамматикалық формалары жағынан болсын, ешқандай өзгеріссіз берілуін айтамыз. Төлеу сөз деп жазушының я сөйлеушінің біреудің сөзін өз сөзінде өзгертіп беруін айтамыз. Төл сөз. Мен ертең қалаға келемін. Автор сөзі: деді Арман. Төлеу сөз:
Арман ертең қалаға келетінін айтты. Үшінші тапсырма. Сөйлемді төлеу сөзге айналдырып, 3 жақта беріңіз. Жаңа сөздерді жаттадым, деді Асқар. Үлгі ретінде бірінші жақта көрсетілген, мен жаңа сөздерді жаттағанымды айттым. Тексеріңіз. Бірінші жақ, мен жаңа сөздерді жаттағанымды айттым. Екінші жақ, сен жаңа сөздерді жаттағаныңды айттың. Үшінші жақ, ол жаңа сөздерді жаттағанын айтты. Төртінші тапсырма. Төлеу сөзге айналдырып жазыңыз. Жақсы, дайын болсаңыздар, тексеріңіз. Ауыр атлетикадан спорт шеберлерін жастайынан бастап тәрбиеледік, деді бас бапкер. Бас бапкер ауыр атлетикадан спорт шеберлерін жастайынан бастап тәрбиелегендігін айтты. Спорттан кеткен соң, сән әлемінде өзіндік қолтаңбамды қалдырып, киім үлгілерін тігемін, деді әйгілі спортшы. Әйгілі спортшы спорттан кеткен соң, сән әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдыру үшін киім үлгілерін тігетінін айтты. Қазақстандық спортшылар тыңғылықты дайындық жасады, деді бас бапкер. Бас бапкер қазақстандық спортшылардың тыңғылықты дайындалғанын айтты. Бесінші тапсырма. Оқылым бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тексеріңіз. Винокуров өз велосипедін қандай сомаға бағалап отыр? 50 000 долларға бағалап отыр. Не себепті велосипедін сатуға бел буды деп ойлайсыз? Өзіне жеңіс әкелгендіктен, әрі өзі спорттан кеткендіктен. Велосипедін сатып алуға кімдер қызығушылық танытуы мүмкін? Алматы мен Нұр-Сұлтандағы достары. Сатылымнан түскен қаржыны қайда жұмсамақ? Балалар үйіне аудармақшы. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Спорт, денсаулық кепілі тақырыбында шағын эссе жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.